Протондық медицина, ғылыми тілде айтсақ, протондық сәулелік терапия. Қатерлі ісікті атом бөлшектермен емдеудің заманауи түрі. Оның ерекшелігі мысалы қарапайым сәулелік терапияда рентген сәулесі ісікке кіре отырып, энергиясының бір бөлігін айналасына таратып, ағзаның өзге бөліктерін зақымдауы мүмкін. Ал протондық терапияда протон энергиясы қатерлі ісіктің тура өзіне бағытталып, зақымданған жасушаларды аса жоғары дәлдікпен жоя алады. Бұл әсіресе ми ісіктері көзге жұлынға жақын орналасқан обыр мен балалардағы кейбір қатерлі ісіктерде өте пайдалы. Жаман ауруға шалдыққан жерлестеріміз бұрын осы емді алу үшін Еуропа мен Оңтүстік Шығыс Азия елдеріне баруға мәжбүр болатын. Енді алысқа сабылудың қажеті жоқ. Астанада былтырғы қарашадан бері орталық Азиядағы жалғыз протондық терапия орталығы тегін түрде жұмыс істеп тұр. Досжан Ысқақтың материалынан білейік. 64 жастағы Қуантқан Бексейітов протонды терапияның 13 сеансынан өтіпті. 2 ай бұрын ми ісігіне ота жасалған. Алайда гистологиялық зерттеу нәтижесі қатерлі ісік жасушаларының әлде қалғанын көрсетті дейді кейіпкеріміз. Сондықтан дәрігерлер протонды терапия тағайындаған. Ондағы мақсат қалған қатерлі ісік жасушаларын жою. Уже идет 3-я неделя. Үшінші апта болды, жағдайым тұрақты. Бұған дейін басымда шу болатын, әлде бір тықылдаған дыбыстар естілетін. Оған мән бермедім, уақыт өте келе өз кетіп қалар деп ойладым. Бірақ олай болмады. Бастың мәселесін ешқашан кейін қалдыруға болмайды екен. Қазір осы жерге жүгінбегенде жағдайым не болар деп ойлап отырмын. Қазақстанда протонды терапия арқылы емдеу 2025 жылдың қараша айынан басталды. Осы уақыт аралығында 187 пациент ем қабылдаған. Олардың басым бөлігі өңеш, ми, мойын, көмей, тігішек және қуық асты безі ісіктері бар науқастар. Бұл ісіктерді кәдімгі сәулелік терапиямен де емдеуге болады. Алайда протонды терапиямен емдеудің өзіндік артықшылықтары бар. Она менее агрессивная. Ең басты артықшылығы сау жасушаларды зақымдамайды. Біз сәуленің жоғарырақ дозасын бере аламыз, және ол ісіктің орнына ғана тарайды. Соның арқасында пациенттің денсаулығына кері әсері аз болады. Бүгінде біз 3 баланы осы протондық терапия арқылы емдеп жатырмыз. Сәулелік терапия кезінде жас жасушалардың көп зақымданбағаны аса маңызды. Өйткені баланың емделіп, жағдайының жақсарғаны ғана емес, оның ұзақ өмір сүргені де керек. Ал 10 жылдан кейін сәулелік терапиядан туындайтын асқынулар болуы мүмкін. Протондық терапия сондай асқынуларды барынша азайтады. Протонды медицина ісікті орналасқан жерінің күрделілігіне байланысты хирургиялық жолмен алып тастау мүмкін болмаған жағдайда да тағайындалады. Емдеу курсы диагнозға байланысты 3-тен 8 аптаға дейін созылуы мүмкін. Бірақ терапияны бастамас бұрын сәулелік емге дейінгі дайындықтан өту қажет. Мұнда да бірнеше ерекшеліктер бар. Это вот, кстати, наши маски, которые мы создаем. Міне бұл біздің маскаларымыз. Олар әр пациентке жеке-жеке дайындалады. Бұл пациенттің барлық сеанс кезінде бір қалыпты жату үшін қажет. Маска пациентті қозғалтпай бекітіп тұрады, яғни 1 миллиметрде қозғала алмайды. Сәулелендіру кезінде ешқандай қозғалыс болмауы керек. Мұндай дәлдіктің қажеттілігі тегін емес. Қалыпты сәулелік терапия кезінде сәуле бүкіл дене арқылы өтіп, ісікті де, оның айналасындағы сау жасушаларды да зақымдайды. Ал протон сәулесі нысанаға жеткенше аз энергия бөледі де, діттеген жерге жеткенде ғана өзінің барлық жойқын күшін шығарады. Ісікке жеткен кезде протондардың энергиясы оны тікелей зақымдайды. Соның нәтижесінде қатерлі ісік жасушалары бөліну қабілетін жоғалтып, біртіндеп өледі. Эффект оценивается через 3 месяца. Әсері 3-6 айдан кейін байқалады. Ісіктің өспеуін, кішіреуін жақсы нәтиже деп есептейміз. Жақында бір жас жігіт өңештің жоғарғы бөлігіндегі ісікке қарсы ем қабылдады. Ісік көлемі айтарлықтай үлкен болатын. 10-шы сеанстан кейін ісігі шамамен 50%-ға кішірейгенін көрдік. Өзіміз таң қалдық, ондай нәтиже күтпеген едік. Протондық терапияның дәлдігі тек дәрігерлерге ғана байланысты емес. Әрбір сеанстың артында ондаған маманнан құралған команда тұр. Медициналық физиктердің де жұмысы жауапты. Оларды протондық медицинаның мергендері деп атайды. Дәл осы мамандар протон сәулесінің ісікке барынша дәл әсер ету үшін оның қай жерге және қандай күшпен бағытталу керектігін есептейді. Мы как медицинские физики. Біз медициналық физиктер емдеу жоспарын жасаймыз. Химиотерапевт берген дәрілер көзге көрінеді ғой. Ал сәулелік терапияда сен беріп жатқан дозаны көрмейсің. Сондықтан берілген дозаны есептеуде дәрігерлер медициналық физиктерге жүгінеді. Кейде өте кішкентай ісіктер болады. Мұндай жағдайда аса дәлдік қажет. Біздегі протон шоғырының өлшемі, яғни сәуле нүктесінің диаметрі 4-6 мм. Демек, біз өте кішкентай ісіктерді де сәулелендіре аламыз. Бірақ бұл үшін сәуленің санаға аса дәлдікпен бағыттау қажет. Ал енді технологияның өзіне тоқталайық. Бір пациентті емдеу үшін тұтас бір инженерлік кешен жұмыс істейді.
Ондағы аппараттар шамамен 4000 шаршы метр аумақта орналасқан. Процедуралық кабинеттің ар жағында нағыз машиналар бөлмесі бар. Мұнда гентри деп аталатын айналмалы механизм орналасқан. Салмағы 220 тонна болатын алып құрылғы пациентті айнала қозғалып, ісікке әртүрлі бағыттан протон сәулесін жіберуге мүмкіндік береді. Ал бүкіл жүйенің негізі циклотрон деп аталады. Оның салмағы шамамен 90 тонна. Қызметі протонды сәулені қажетті энергияға дейін жетелдету және пациентке дәл бағыттау. Каждого отдельного узла этого аппарата необходимо определенное качество воды. Это прям целая система. Поэтому здесь нужна хорошая команда инженеров. Қазақстанда протонды терапия туралы 2018 жылы айтыла бастады. Сол тұста президенттің ұлттық ғылыми онкологиялық орталық құру туралы жарлығы шыққан. Бір жылдан кейін жобалау жұмыстары басталып, кейін құрылыс қолға алынды. 2025 жылдың бірінші жартысында жабдық клиникалық пайдалануға енгізу кезеңінен өтті. Ал 25 жылдың қарашасында алғашқы пациент протонды терапия қабылдады. Внедрение данной технологии, естественно. Бұл технологияның енгізілуі еліміз үшін тіпті орталық Азия медицинасы үшін үлкен жетістік. Қазір мұнда емді біз ғана ұсынып отырмыз. Оңтүстік Корея мен Жапониядағы әріптестерімізбен байланыстамыз. Олардың бізге деген көзқарастары да жақсы, яғни біз де олармен деңгейлес мамандармыз. Мемлекет протонды терапияға кететін шығынды толықтай өз мойнына алып отыр. Бұл аз қаражат емес. Бір терапияның құны 1 миллион теңге. Толық курс 30 терапиядан тұрады. Жылына 1000-ға тарта пациентті емдеуге мүмкіндік бар. Бұған дейін қатерлі ісікпен күресіп жүрген жандар емнің бұл түрін шетелден іздеуге мәжбүр болатын. Қазір Қазақстан протонды медицина қолжетімді 25 елдің бірі. Досжан Ысқақ, Аманжол Байғазин, 7 күн.